Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыз хат жазуды үйренемін. Негізгі және туынды зат есім. 71-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Ананың асыл арманы. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалын базарға сатуға апарады. Орамалын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде мен де тұрар мекем дейді. Кіші ұлы Сырбай, егер сіз осы суретті орамалға дәл өзінде етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішінде өзіңіз де тұрғандай болар едіңіз дейді. Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке 3 ұлы да таң тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой. Осындай да шеберлік болады екен-ау деп таңданыпты олар. Ал енді балалар 21-ші тапсырма мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер депті. Осы жерде сұрақтар берілген, дайын сұрақтар. Әйел 3 ұлын қалай асырайды? Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Екінші сұрақ, әйел қызыққан суретте не бейнеленген? Суретте жеміс ағашының ішінде әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Кіші ұлы Сырбай анасына қандай кеңес берді? Егер сіз суретте орамалдағы дәл өзінде етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірде өзіңіз тұрғандай болар едіңіз депті. Аналары орамалды қанша уақыт кестеледі? Аналары орамалды 3 жыл кестеледі. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден жасалған зат есімді негізгі зат есім дейді. Олар мысалы ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейді. Мысалы іскер, суретші, оқулық. 22-ші тапсырма, мақалдың қатесін түзеп көшіріп жазыңыз. Шыңның қолы алтын, өнерлінің сөзі алтын. Бұл жерде бізде сөздер ауысып кеткен қате түрі. Келесі бізде өлең шының сөзі алтын, өнерлінің қолы алтын деген дұрыс нұсқасы. Пікір білдіруге бағытталған сұрақтар. Бірінші, әйел барлық ақшасына әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсыңдар? Екінші, әйел ананың орнында болсаң не істер едің? Үшінші, кіші ұлы анасына не себепті дәл сондай кеңес берді деп ойлайсың? Мәтін кейіпкерінің әрекеттеріне қарап оны қандай деп сипаттауға болады? Өнер не? Өнерпаз кім? Шебер кім? Шеберлік не? Сурет не? Суретші кім? Сый не? Сыйлық не? Яғни 23-ші тапсырма, өлеңді оқы. Күн тоқыған кілем. Күн кілем тоқиды, нұрмен тоқиды, гүлмен тоқиды. Ол асыл зер кілем, жалпақ кең кілем, жерге тең кілем. Қалай ойлайсың? Күн кілем тоқи ала ма? Өлеңнің алғашқы шумағында неліктен солай айтылған? Топта талқылаңыз. Өлеңдегі қай сөзге ше, ші жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жасауға болады? Бұл өлең жолдарында күннің шуағы арқылы жерге нұрын төгіп, гүлдерді өсіріп шығаратыны туралы айтылған. Жер бетін басқан әдемі гүлдер кілемге ұқсас болады. Сол себепті күнді ақын кілем тоқиды деп кейіптеген. Кілем сөзіне ше жұрнағын жалғасақ, кілемше, шағын кішкентай кілем деген мағынада. Ал кілем деген сөзге ші жұрнағын жалғасақ, кілемші, кілем тоқымалшылығының қыр-сырын меңгеріп арнайы кәсіп еткен шеберлерді атаймыз.